Көне дүние кемеңгерлерінің айтуынша, отырар кітапханасын оқып тауысқан адам жер бетіндегі ең керемет данышпандардың қатарына қосылады екен. Осыншама дәріптеу сол кездегі ғажайып кітапхананың үлкендігі жөнінде болса керек. Бірақ Шыңғысхан жорығынан кейін кітапхана тұрмақ 150 мың халқы бар асқақ отырар шаһары жер бетінен тып-типыл болып күлі ғана қалған болатын. Алайда соңғы кездері отырар кітапханасына қатысты тың деректер, естеліктер айтыла бастады. Мұның себебі де жоқ емес. Ол үшін тарихқа сәл шегініс жасайық. Арабтардың Орта Азияға жорығынан кейін мұнда орналасқан шағын қалалар мен кенттер мұсылмандық өркениеттің бір қиыры ретінде әлемдік сауда мен өркениеттің жаңа сатысына көтерілді. Осы кезде қаланы басқару аппараты, әмірлер өздерінің жандарына хат танитын, іс қағаздар жүргізетін, жаңа құрылыстар мен сарайлар салуды таптырмайтын математиктер мен оқымыстыларды жинады. Кейіннен осындай озық ойлы ғалымдардың түрткі болуымен отырарда әлемде теңдесі жоқ көлемі жөнінен жер бетінде тек Александрия кітапханасына ғана жол беретін алып кітапхана құрылды. Отырар кітапханасы туралы тарихшы Еренғайып Омаров мынадай қызықты деректі келтірді. Александрия кітапханасының басым бөлігінің өртелуі біздің дәуірімізге дейінгі 47 жылға тиесілі екенін ескерсек, өрттен аман қалған кітаптары бар болған күннің өзінде отырар кітапханасының қорынан аз болуы мүмкін. Олай болса, отырар кітапханасы 1000-1200 жыл шамасындай уақыт дүние жүзіндегі ең үлкен кітапхана болған деген деректі айтып отыр. Естеріңізде болса, осы кезге дейін Александрия кітапханасының өртелуіне мұсылмандарды кінәлап келген болатын. Алайда соңғы зерттеулер бұл тұжырымның қате екендігін, кітапхананың басым бөлігі Рим императоры Цезарь Мысырға басып кірген кезде өртелгендігі дәлелденіп отыр. Бір қызығы, отырар кітапханасы туралы қызу пікірталас кеңес үкіметі кезінде жүрді. Бұған мынадай басты себеп болды. Сол отырар аймағының жанында мал бағып жүрген жергілікті Нұрмағамбет есімді шопанның иті далада жүріп, белгісіз бір үңгірге кіріп кетіп, қатты терімен қапталған арабша жазулар жазылған кітапты тістеп алып шығады. Мүмкін мыңдаған жылдар бойы небір басқыншыдан жасырынып жатқан ең алып кітапхананың бұл менмұндалауы болар, кім білсін. Мүмкін біз қазір сене қоймаспыз, бірақ сонау ерте дәуірлерде ел билеген қуатты әміршілер өздерінің билігін мәңгі сақтайтын, ешқашан қартайтпайтын немесе бақыт әкелетін дүниелердің болғанына сенген. Мұндай ғажайыптар туралы айтқанда атақты Шыңғысхан, Наполеон, Гитлер, Македонский, Цезарь сияқты елге белгілі билеушілер еріксіз ойға түседі. Ал Шыңғысхан отырар апатын неге жасады? Оның отырарға шабуылдаудағы басты мақсаты Қайыр ханнан өш алу керек емес пе еді? Әлде көшпелілер билеушісінің басқада жасырған дүниесі болды ма? Мүмкін ол соғыс кезінде жанына қосылған қытайлық данышпан Чанчун мен Елу Жусай сияқты, яғни ұзын сақалдың отырар кітапханасы туралы әңгімесін естіген болар. Не үшін жаулап алушы қаған қытайлық қарт философты сонау қиырда не үшін жанына алдыртты және қаншама күн бойы құпия әңгіме құрды? Сонымен 1218 жылы моңғолдардың атының тұяғы Дешті даласына тиді және Хорезмді жаулау басталды. Ресми тарих бойынша Шыңғысхан әскерінің отырарды шабуы ежелгі кектен туындаған іс деп саналады, бірақ Қайыр хан мен оның серіктері сол сәтте 6 ай бойы қаланы қорғап, мыңдаған кітап қоры бар кітапхананы жерасты өткелдері арқылы адам біліп болмайтын құпия жерасты жертөлесіне тасып үлгереді. Сол жасырынған кітапхана әлі бүгінге дейін бізге сырын ашпай келе жатыр. Арада қаншама ғасырлар өтті. Ел аузында жүрген тағы бір мынадай оқиғаны келтіре кетейін. Бірде сол аймақта аң аулап жүрген аңшы түлкіні қуып жүріп, ол кіріп кеткен інді қаза бастағанда оның қолына бірнеше түсініксіз тілдерде жазылған қалың кітаптар, сырты терімен қапталған қолжазбалар ілінеді. Аңның қызығына түскен ол інге кіріп екінші жағынан зу етіп шыққан түлкіні қуа жөнеледі. Кейін айналып әлгі үңгірдің ішін қопарып қазбақ болып келгенде үңгірді таба алмай қалған екен. Міне осындай ел ішінде таралған әңгімелер отырар кітапханасы туралы әңгіменің жай сөз емес екенін, расымен де әлемге әйгілі бір құпияны ішіне бүккен кітапхананың бар екенін меңзейді.
Кеңес одағы тұсында коммунистердің біршамасы отырардың құпиясын ашып қазынаны табуға ұмтылды, алайда олардың әрекеттерінен ештеңе шықпады. Күні бүгінге дейін отырар кітапханасы қазақ жұртшылығына беймәлім болып қалып отыр. Алайда біз келтірген аңыздар және тарихи деректерден тектен текке айтылмаған байқауға болады. Егер күндердің күнде мыңдаған жылдар бойы құпияда қалып келген кітапхана ойда жоқта табылар болса, бұл Қазақстанды әлемдік деңгейге көтеретін алтын адамнан асып түспесе кем түспейтін оқиға болары анық. Себебі тек біздің кітапханамен бәсекеге түсе алатын жер бетіндегі Александрияның Цезарь кезінде өртеліп кеткенін білеміз. Құлағудың қанды жорығынан кейін ғажайып Бағдаттағы 30-дан астам кітапхананың күлі ғана қалды. Ал отырар кітапханасын ешкім өрте алған жоқ, бірақ ешкім де таба алған жоқ. Демек, бізде бір үміт бар. Бойында жалын шашқан археолог жігіттердің құлағына алтын сырға. Егер бұл кітапхананы таба алсаңыз, Трояны ашқан Генрих Шлейманнан кем болмайсыз.